Ассалаумағалейкум жақсыларым. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін аяз қаһарынан өтіп тұр екен. Енді көлікті қыздыру үшін бір жоқтау енді 10-15 минут уақыт кетеді. Енді осы уақытты жай отырмай, ешкімге зияны жоқ, кіші жүздегі әңгімелердің біреуін әңгімелеп берейін. Байқоңырдың бір ақсақалынан естіп едім. Ұмытылып кетпей тұрғанда естелік өзіме жазып алайын. Қажет десеңіздер, қызық десеңіздер, тыңдаңыздар. 1828 жылы өмірге келіп, 1914 жылы өмірден өткен кіші жүздің әлем аталығындағы Жақайым деген руда туылып, аты жоғардан Орынборға дейін, төменнен Қарақалпаққа дейін мәшһүр болған Жетес деген би өткен. Заманында 2 рет болыс болған кісі. Сол болыстар билеп тұрған уақыт Жәкеңнің қартайған шағында сол өңірдегі болыс Ерғали болыс келіп уәж айтыпты. Жәке, уәжім бар. Болыс болдық. Бір қателігімді көрген ел мені Тентек Ерғали деп кетті. Балаларымды Тентектің баласы дейді. Бүйте берсе ертең немерелерімді Тентектің немересі деп кетеді. Енді осы Тентек деген атымды қалай өшірсем болады деп ақыл сұраған ғой. Сонда Жетес айтқан екен: Ерғали жанай, Тентек деген атың елге тараған екен, енді оны елге ұмыттыру үшін астыңа бір жақсы ат мін, жаныңа жақсы жолдас ерт, сонда ел өзі ұмытады ғой депті. Сонда енді Ерғали ат сұрады екен деп, кім жақсы атын бере қояды? Кімдікін алып мінем, қайдан табам деп. Ерғали көңілі құлазып Жәкеңнен ақыл сұрағанда Жетес би айтқан екен: мына Шөмекейде Сарбас деген болыс бар. Соның Топайкөк және Теңбілкөк деген 2 аты бар, соның біреуін сұра деп. Сонда Ерғали айтыпты: қол алысып көріспеген, дастархандас болмаған адам ат сұрады деп бере ма дегенде, Жетес би айтқан екен: болыстан ат сұрапты дегенде, сырты түк, іші боқ, сойса бір қазан ет болатын малды қимат деген. Сарбастың да сүйегіне таңба емес па, келіп отырып хат жазайық деп екеуі отырып хат жазып, сол хатты Сарбастың ауылына беріп жіберіпті. Ол Шөмекейдегі атақты Сарбас Жетес бидің атағын естіген, Ерғали танымаса да Жәкеңнің абыройы үшін, қимаса да Топайкөк деген атын Ерғалиға беріп жіберіпті. Ерғалидің астына анандай ат болған соң енді баяғы шалқайған ба, одан бетер болып кетіпті Ерғали. Сөйтіп арадан 1 жыл өтеді. 1 жылдан кейін Сарбастан Ерғалиға хат кепті. Ерғали, биыл менің әкемнің өмірден өткеніне 10 жыл толады. Осы жылы күздің басында үлкен ас берейін деген ниетім бар. Сонда бәйге болады, аламан бәйгенің алдына 100 түйе байладым. Топайкөкті сағынып жүріп, келіп қосыңдар деп өтініш білдіріпті. Соны естіп Ерғали Жетес биге барып: ал Жәке, Сарбаста мынандай хабар келді, бәйге болады деп жатыр, ақындар айтысы болады деп жатыр, балуандар күресі болады деп жатыр, бас бәйгеге 100 түйе деп жатыр, Топайкөкті әкеп қосыңдар деп, не дейміз депті. Барамыз, шақырған соң барамыз, атты суытыңдар деп. Сонымен Топайкөкті суытып, баяғы айтылған уақыт келген соң Жетес би әлемнің жақсыларын ертіп, Ерғали болысты ертіп, Топайкөкті ертіп Шөмекейлердің ауылына барады ғой. 6 ата әлімнің балалары келді деп 6 киіз үй тігіп, ішіндегі ордасына Жетес биді, орта жастағы әлімдерді орташа үйге, төмендегі қараша үйге атқосшыларын, көмекшілерін жайғастырыпты. Сөйтіп енді жайғасып жатқан Жетес би арқасында 3-4 жасар баласын арқалаған, қолында шолпысы бар қызмет қылып жүрген бір әйелмен көзіне көз түйісіп қалыпты. Жетес тітіркеніп қалыпты. Содан жаңағы әйел кеткеннен кейін жігіттерін жіберіп, барлық жігіттерді жинаңдар, менің ордама жиналсын деп, барлық жігіттер қайтадан шақырып алады. Келгендер жаңа енді жайғасып жатыр. Не болды екен деп Жәкеңе келіп: ай Жәке, не болды, тыныштық па десе, тыныштық, тек мынаны ескертейін дедім. Тонның ішкі бауындай әліммен шөмен бір туғанымен бәрібір бөтен елде жүрміз. Сондықтан қағынды сөз айтам деп ауыздан қағындып қалып, әлімнің сүйегіне
таңба салып жүрмеңдер. Тыныш келіп, тыныш кетейік. Балаға жоламаңдар, бәлеш жұғат. Әйел қатынға жоламаңдар, қарасы жұғат. Әсіресе жігіттер тыныш жүріңдер. Жаңағы әйел тегін әйел емес, бізді сынауға келген әйел. Абай болыңдар деп ақылын айтады. Сөйтіп демалып алған соң, ол кездегі тойлар кемінде бірнеше күн өтеді, кемінде 3 күн өтеді. Бірінші күні жан жақтан келген ақындарының айтысы болып, жыраулар жыр айтып, әншілер ән шырқап көңіл көтереді. Екінші күн палуандарын күрестіреді, мықтыларына бәйге береді. Аламан бәйген ең соңынан алып қалады екен. Біріншіден қызықтың бәрі сода, екіншіден даусыз аяқталмайтын жарыс қой. Ал енді аламан болады деп барлық аттарын дайындап жатқанда сарбас болысқа келіп бағанаға әйел сұрапты. Мәре қай жерде деп. Мәре мұны қорқыттан Байғожаға дейін. Жоқ, сен Байғожаға дейін емес, сен Жәумітке дейін соз. Байғожаға дейін созатын болсаң, бәйгенің алды Топай көкте кетіп, әлімдер алып кетейін деп тұр. Абырой өзімізде қалсын. Өйткені олардың атын байқадым. Бір қайтарымы кем болып қапты. Егер мәрені тағы да созатын болсақ, сенің атын келейін деп тұр. Әйтпесе, бәйге Топай көкте әлімдерде кетейін деп тұр депті. Сөйтсе, бұл әйел жай әйел емес екен, бұл аттың сыншысы екен. Сол елдегі, сарбастың еліндегі атақты ат сыншысы екен әйел болса да. Ол кезде сыншылар болған ғой. Қайаттың алдымен келетінін, қайаттың қай дәрежеде шабатынын, тіпті буғаз биенің ішіндегі құлынның жүйрік болып туылатын, түсінің қандай болатынына дейін білетін атбегілер болған. Бұл әйел сондай аттанитын адам екен. Содан әйелді тыңдап, аттарын енді бәйгеге қосайын деп отырған елге қайтадан адам жіберіп, жарлықты өзгерттік. Мәре Байғожа емес, Жәумітке дейін ұзартылды деп хабарлапты. Бұл жерде бір гәптің барын білет, жетес. Аттың үстіндегі балаға барып айтыпты. Егер Байғожаға дейін біздің ат бірінші келсе, болды, әрі қарап шаппа, тоқтап қал. Егер атың алдымен келмесе, онда әрі қарап шап деп. Балам мақұл дейді. Сонымен таңертең жіберген ат түсте Байғожаға жетеді. Жаңаға ел айтқандай алдымен Топай көк кепті. Сөйтіп атасының айтқаны бар. Үстіндегі бала атты тоқтатып, шаппай қалып қояды, жалғыз қалған аттар кетеді. Арадан біраз уақыт өткен соң Жәумітке Теңбіл-көк жетеді. Сөйтіп хабаршысы алдымен елге хабар айтып, алдымен келеді. Сөйтіп бірінші орын Шөмекейлердікі болатын болды. Теңбіл-көк бірінші келді деп. Жыраулар енді жырына қосып, ақындары мақтап, бір-бірінен сүйінші сұрап, бәйгенің алды Шөмекейде, Теңбіл-көкте қалатын болды деп мақтап жатқанда, жетеспей кепті. Ей, сарбас, әкең 10 жыл бұрын өмірден өтпей тұрып, өсиет қып кетіп кетті, 10 жылдан кейін маған ас бер. Сол аста 2 жарлық шығар деп айтып кетіп еді, әлде өзіңнің шығарып отырғаның ба? Дегенде сарбас бетін басып ұялып, дұрыс айтасың, жәке. Бір тойда 2 жарлық болған емес еді. Қатынды тыңдап мені қара басты. Жарлығымды қайтып алдым. Ең бірінші белгілеген сол Байғожа Мәре, соған алдымен жеткен сіздің атыңыз бірінші келді деп. Оған елде риза болыпты, дұрыс. Бір тойда 2 жарлық болмайды. Сонымен бәйгенің алдын әлімдерге беріп, Топай көк алдымен келді деп хабарлапты. Сөйтсе Ерғали риза болып, осы атағы да маған жетеді ғой, 100 түйені алмайым десе, сарбас айтты, жоқ, бір тойда 2 жарлық болмайды деп жәкеңе қараса, жәкең күліпті. Сонымен 100 түйені Ерғали алып, сарбас қонақтарын қимай, ет пісірім уақытқа дейін ауылдан шығарып салып, артқа қайтады. Сөйтіп сарбас қайтқаннан кейін Ерғали сұрапты, ал жәке, бұл 100 түйені не істеймін десе, қалай не істейсің? Өзіңді тентектеп жүрген ел бар емес пе? Сол еліңде жоқ жақы ойлар бар. Соған таратып бер депті. Келген соң 100 түйені елге таратып, баяғы тентек Ерғали Жомарт Ерғали атанған екен. Сөйтіп Жомарт Ерғали атанған Ерғали арадан біраз уақыт өткен соң жетеспейге тағы да келіпті. Атыңды өзгертем десең, астыңа жақсы атпен, жаныңа жақсы жолдас ерттеп едің. Атты ғой таптым, бірақ жақсы досты қайдан табам дегенде жетеспей кейіген көрінеді. Ерғали, басыңда ми жоқ екен ғой.
Дос болам десең шөмекейдегі сарбас саған аз бет деп. Енді бұл әңгіменің анық қанығын сол өңірдің адамдары айтар. Мен енді естігенімді айттым. Естіген құлақта айып жоқ. Енді бұны аманат қылып, артымыздан ерген інілерімізге, бауырларымызға, қатарластарымызға айта берейік, зияны жоқ әңгіме ғой. Мұқағалидың бір өлеңінде бар еді ғой. Қанекей нелерің бар аталарым, ұрпағыңа ұран қылып апарамын. Сенімдеріңді ақтаймын, ақтаймын да сендердің мұрагерің атанамын. Осылай деп мен қарттардан қалап келем, өсиет өнегесін санап көрем, тоймаймын, сұранамын, себебі мен де бір күн жауап берем деп. Енді әңгіме айтатын ақсақаларымыз бар кезде әңгімесін тыңдап, ол әңгімені тыңдап қана қоймай, осылай бір-бірімізге насихаттап жеткізе бермесек, бұл қазақтың осындай керемет әңгімелері, керемет тарихы кейбір кітаптарға енбей жатады. Аман сау болыңыздар.